Бізде қазірдің өзінде бір күн бар. Неде тағы бір күн жасау керек? Ол температураның көтерілуіне әкелмей ме? Жарылыс болып кетпей ме? Ол баршаның өміріне үлкен бір әсерін тигізбей ме? Бәлкім, сіз бір өміріңізді термоядролық синтезге арнап, оның жүзеге асқан бір күнін көрмейтін де шығарсыз, бірақ бұл салаға бір кішкене болса да үлес қосудың өзі, меніңше, соған тұрарлық. Жасанды күн бұл бір термоядролық қондырғы, яғни күннің жарықпен жылу бөлуіндегі термоядролық синтез принципін пайдаланып, жағдай жасап, реакция тудыру арқылы адамзатқа энергия беру, сондықтан оны жасанды күн деп атайды. Оны адамзаттың идеалды энергия көзі деп те атайды. Оның осы отын қоры өте мол. Мәселен, теңіз суынан синтез реакциясына қажетті дейтерийді көптеп алуға болады. Ол біздің адамзатқа 100 миллиард жылға дейін жетуі мүмкін. Ол бір таза, қауіпсіз энергия көзі. Ол шешімін тапқан соң, бүкіл жер бетіндегі осы климат айтарлықтай бір жақсарады. Болашақта біздің аэроғарыш саласындағы бір қозғалтқыш күш ретінде адамзат өркениетінің дамуына көбірек мүмкіндіктер береді. Мүмкін болашақта ғаламшараралық саяхат бір арман болмай қалар. Бір күн ішінде өзіңіз қалаған ғаламшарға жете аласыз. Сондықтан болды, бүкіл әлем ғалымдарының тоқтаусыз ізденетін бір мақсаты шығар. Әлемдегі бір атом бомбасы жарылғаннан кейін шамамен 10 жылға жетпейтін уақыт ішінде бейбіт мақсатта пайдалану атом электр станциялары салынды. Сол себепті сол кездегі ғалымдар сутегі бомбасы сәтті жасалған соң басқарылатын термоядролық синтезге қол жеткізуге көп уақыт кетпейді деп ойлады. Бірақ кейінгі зерттеулер оның оңай еместігін көрсетті. Басқарылатын термоядролық синтездің технологиялары адамзат мүмкіндігінің шегіне сынап бастауда. Мәселен, біздің күннің ядролық температурасы небәрі 15 миллион градус, ал біз жер бетінде температураны 100 миллион градустан асыруымыз керек. Мұндай жоғары температураға төтеп бере алатын ешқандай материал немесе ыдыс жоқ. Сондықтан біз осы магнит өрісі тәсілін қолданамыз. Біз бір магнитті тор жасап, жоғары температуралы плазманы іліп қоямыз. Оның ұстап тұру мүмкіндігі жақсы болуы тиіс. Осылайша оның синтезді тұтандыру шартына біртіндеп жақындаймыз. Сондай-ақ біз осы қондырғыларды салу және іске қосу арқылы еліміздің термоядролық реакторды өз бетінше салу тәжірибесі мен қабілетін меңгеруге үміттенеміз. Ең алғаш оқып жүргенімде басқарылатын термоядролық синтезді зерттеу сияқты бір саламен айналысамын деп ойлаған жоқпын. Бірақ ештеңе түсінбейтінімді білген сайын осы саламен айналысуға, беймәлім нәрсені зерттеуге деген қызығушылығым ояна түсті. Ол менің басты қызығушылығым болса керек. Қытай термоядролық синтезіде халықаралық деңгейде ілесуден қатар жүруге көшуде. 2020 жылдың соңында Қытайдың Хуанью 3 реакторы салынып бітті. Ол еліміздегі ең ірі, әрі параметрлік қуаты ең жоғары токамак эксперименттік қондырғысы. Біз болашақ термоядролық реакторлардың кейбір жұмыс режимдерін алдын ала сынақтан өткізе аламыз. Бұрын мұндай халықаралық танымал сарапшыларды шақыру өте қиын еді. Ал қазір барлығы біздің экспериментімізге өз еркімен қатысқысы келеді. Термоядролық синтез саласында қытайлықтар көбейіп келеді, әсіресе Қытай жастары, олар халықаралық аренада біздің осы жетістіктерімізді сенімді түрде көрсете алады. Жаңа буынды жасанды күн шендуде салынып, алғашқы плазмалық разрядты жүзеге асырды. Оңтүстік батыс ядролық физика институты Айтербас кеңсесімен Қытайдың Хуанью 3 реакторын әлемге ашу туралы келісімге қол қойды. Қытайдың Хуанью 3 реакторы алғаш рет атом ядросы мен электрон температурасының 100 миллион градустан асуына қол жеткізді. Қытайдың басқарылатын термоядролық синтез технологиясы үлкен жетістікке жетті. Бірде мен бір мектепке ғылымды дәріптеуге бардым. Баланың жанары өте зейінді болды. Оның көзінен шынымен де ұшқын көргендей боласың. Оның қойған сұрақтарына келсек, түрлі сұрақтар болды. Жарылып кетпей ме? Қашан қолдануға болады? Оны өте кішкентай етуге бола ма? Адам ішінде термоядролық синтез қолданса ешқашан қуаттаудың қажеті болмай ма? Деген сияқты. Өте қызық көрінеді. Меніңше, қызығушылық болса, ұрпаққа термоядролық синтездің дәнін егіп, көк жан танып, зерттеуге қатысса, оны тезірек адамзат игілігіне жаратуға болады. Сондай-ақ барлығынан барынша қиялдауын сұраймын. Ол қиялдар шын мәнінде бізге шабыт пен жаңа ойлар береді. Сонымен қатар біздің технологиялық инновациямызға үлкен түрткі және ілгерілеу болып табылады. Жүрегімізде күн бар, осы мақсатқа талмай ұмтыламыз. Қызығушылықты сақтап, алға ұмтылып, өз күніңіз болыңыз. Мен ғылым қызметкерімін, Чжоу Нолюй.